Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз видеопад редакторының мүмкіндіктері. Алдымен өткен сабақты еске түсірейік. Видеопад редакторы деген не? Видео жазбаларды қалай өңдейміз? Бүгінгі сабақта үйренетініміз видеопад редакторының мүмкіндіктері, видеопад редакторы құралдар тақтасының мүмкіндіктері. Видеопад редакторын пайдалану арқылы біз видео жазбаларды сапалы дайындай аламыз. Сонымен қатар олар видео жазбаларға әртүрлі әсерлер, аудиолар, суреттер, мәтін титрлерін енгізуге мүмкіндік береді. Енді біз видеопад редакторының құралдарының ішіндегі ең маңыздылармен танысайық. Бірінші, нысандарды кірістіру батырмасымен видео жазбаларға қарапайым мәтін, анимациялы титрлер, суреттер кірістіруге, оларды бос фондармен безендіруге болады. Видео жазбаға мәтін кірістіру терезесі мәтіндік редактор терезесіне ұқсас. Видео жазбаға енгізілген мәтіннің түрін, мөлшерін, түсін өзгерте аламыз. Екінші, жазу батырмасымен экран бетін түсіруге, видео, аудио жазуға, жасалған видео жазбаны дыбыстауға болады. Үшінші, мәтіндік әсерлер көмегімен түрлі мәтіндерді жоғары, төмен, оңға, солға айналдыру бағыттары бойынша толқынды және жазу мәшинесі түріндегі мәтіндердің типін пайдалануға болады. Мәтіндердің түсін, түрін, мөлшерін өзгерте аламыз. Қаріптің түстерін таңдауға болады. Сонымен қатар, видео жазбаға уақыт, минут, таймер көрсету мүмкіндіктері де бар. Төртінші, аудио әсерлер дыбыс деңгейін реттеуге және өзге де әсерлерді қолдануға мүмкіндік береді. Бесінші, видео әсерлер көмегімен видео жазбаға әртүрлі әсерлер қосуға болады. Алтыншы, ауысулар көмегімен видео жазбалар арасына түрлі ауысулар жасауға болады. Енді балалар, тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма ізден орында. Сөздің бөлігін тауып, сәйкестендір. Ойлан жаз. Төмендегі батырмалардың қызметін ретімен жазып шық. Жасырын сөзді тап. Кестеде берілген әріптерді қолданып, сөздерді құрастыр. Енді сұрақтарға жауап берейік. Құралдар тақтасы дегеніміз не? Нысанды кірістіру батырмасының қандай мүмкіндіктерін білесің? Жазу батырмасы қандай мүмкіндік береді? Себебін анықтайық. Неліктен видео жазбаларға мәтіндік әсерлер кірістіреміз? Видео жазбаларға аудио әсерлерді неге кірістіреміз? Талдап салыстырайық. Аудио әсерлер мен видео әсерлерді салыстыр. Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Видеопад редакторында берілген тапсырмаларды орында. Бірінші, интернеттен күз мезгіліне қатысты суреттерді жүкте. Екінші, жаңбырдың дыбысын жүкте. Үшінші, видеопад редакторында файлдарды жүкте. Төртінші, видео жазба жолына күз суреттерін, аудио жолына жаңбыр дыбысын орналастыр. Бесінші, видео жазбаны тамашалап көр. Жасалған жұмыстың орындалу сәті. Тапсырманы орындау үшін алдымен берілген видеопад редакторын іске қосамыз. Интернеттен күз мезгіліне қатысты суреттер мен жаңбырдың дыбысын жүктеп алу керек. Мен алдын ала жүктеп дайындап қойдым. Енді сол жүктеп алған файлдарды видеопад редакторына жүктейміз. Ол үшін добавить файл. Яғни бізге керек суреттерді табамыз. Мен оны
күз деген папкаға сақтадым. Бұл жерде бірнеше күзге қатысты суреттер мен жаңбырдың дыбысы бар. Осылардың барлығын белгілеп алып, мен осы видеопад редакторына жүктеймін. Ашылған файлдардың ішінен өзімізге қажеті бойынша ретімен видеодорожка жолына суреттерді орналастырамыз. Осылай суреттерді бір-бірлеп орналастырамыз, яғни өзіміз қалағанымызша ретімен қойып шығамыз. Осыдан кейін аудиофайл дорожкасынан жаңағы жүктеген жаңбырдың дыбысын қоямыз. Жаңбырдың дыбысы қысқа екен, мен екі жаңбырдың дыбысын алғанмын, сол екеуін кезек-кезек орналастырайын. Енді видео жазбаны тамашалап көр дейді. Үлкен экран жасап, міне көргендеріңіздей видеоролик шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ой бөлісейік. Қандай табиғат құбылысын видеоға түсіру қиындық туғызады? Қандай табиғат құбылыстары кезінде электронды құрылғыларды қосуға болмайды? Келесі тапсырма үйде орындаймыз. Интернеттен тіршілік иесіне қауіп туғызатын табиғат құбылыстары туралы ақпаратты және суреттерді жүкте. Олардың сақтану жолдарын қысқаша нұсқаулық етіп жаз. Презентация жаса. Осымен балалар, сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.